Дресс-код деген белгілі бір шараға киілетін киім үлгісі. Егер шақыру қағазында қандай киім кию қажет екендігі жазылса, бұл нұсқаулықтарды естен шығармаған жөн. Армысыздар, эфирде этикет бағдарламасы. Бүгін біз ер адамдардың кешке киіну әдебі, яғни black tie жайында баяндаймыз. Бұл қатаң әрі ресми стиль сағат 18:00-ден кейін ұйымдастырылатын іс-шаралар мен мерекелерге лайықталған. Мысалға, үйлену тойы, театр немесе қайырымдылық кештері мен өзге де мерекелік шараларға арналған. Шақыру қағаздарына мұндай дресс-код black tie немесе қысқаша BT деп бас әріптермен жазылады. Қазақшаласақ қара галстук деген мағына береді. Бірақ semi-formal, жартылай ресми және smoking деп аударылатын tuxedo немесе tux деген балама атаулары да бар. Басында кешке киілетін пиджак smoking jacket деп аталған. Оны ер адамдар темекі тартатын бөлмеге барғанда киетін. Олар сигара тартқан кезде күлін қағып жіберуге тыйым салынған. Сол себепті киімнің бұл түрі шылым шегуге ыңғайлы болды. Бүкіл күл смокингтің атлас қайырмаларына түсетін. Ал бөлмеден шыққан бетте ерлер әйел адамның ызасына тимеу үшін оны шешіп қойған. Ерлер үшін black tie стиліне қара немесе қою көк түсті смокинг, сондай түстегі шалбар, белбеу, бұрыштары тігінен жатқызылған қара бабочка мен ақ жейде кіреді. Ал туфли Оксфорд немесе Дерби үлгісінде болған абзал. Ең бастысы лайықталмағанын киіңіз, ал бабочканы дайын күйіндегісін емес, байланатынын алыңыз. Носили черные, но завязывающиеся бабочки. Бұрын ерлер байланатын түсі қара бабочканы ғана тағатын. Қазір талап өзгеріп жатыр. Көбі байлауды қажет етпейтін ілмегі бар бабочкаға басымдық береді. Смокингті таңдаған кезде бір немесе екі өңірлісін алыңыз. Бір түймесі бар бір өңірлі пенжекке көңіліңіз түссе, ұзақ ойығы бар көкірекше де киіңіз қажет. Немесе смокингтің сыртқы кейпіне сәйкес келетін қара белбеуді тағыңыз. Екі өңірлі пенжек кигенде көкірекше мен белбеу орау қажет емес. Егер киген жағдайда смокингтің түймесін ағытпаңыз. Оның төс қалтасынан қол орамал сәл көрініп тұруы тиіс. Ол жібек немесе зығыр матасынан болған жөн. Смокинг астына қайырма ілмегі бар ақ жейде киіңіз. Есіңізде болсын, смокинг пен сағат тақпайды. Одевается он довольно легко. Он идет отложной, то есть складывается в 2 раза. Алдымен оны екі бүктеп алыңыз. Ілмектерін өзіңізге ыңғайлы етіп реттеңіз. Сосын бауларын сол ілмектер арқылы өткізіп аласыз. Мына жағында бекітетін жері бар. Алдынан қарағанда мынадай көрініс болуы тиіс. Ілмектің бірнеше түрі бар. Ол алтын, күміс, платина сынды металдардан жасалады. Кейбір азаматтар тапсырыс беріп, оны гауһар таспен безендіреді. Шалбар смокингке үлесуі керек, яғни сол матадан тігілгенін тексеріңіз. Орама белбеу немесе камерант мейлінше ресми емес бөлшек болғанымен black tie стилімен әдемі үйлесім табады. Белбеу матасы галстук матасымен сәйкесуі керек. Black tie стилінде белбеу тек қара немесе қою қызыл түс болғаны дұрыс. Егер камербанд шалбарды ұстап тұра алмаса, онда иықбауға бекітілетін шалбарды таңдаңыз. Брюки из смокинга нету шлевок, обратите Егер зер салып қарасаңыз, мына смокингтің шалбарында белдікті ұстап тұратын бастырмалар жоқ. Шалбардың алдыңғы жағы камербандпен жабылады. Аяқ киім таңдаған кезде теріден тігілген классикалық туфлиге басымдық берген жөн. Аяқ киімді міндетті түрде тазалап, жылтырлатқаныңыз дұрыс. Қазір ерлер арасында лакталған туфли сұранысқа ие. Black tie дресс-кодының бірнеше түрлері бар. Мысалға, black tie optional, кешкі киім кию үлгісінің еркін түріне жатады. Ер жігіттерге ресми пинжак киіп, бабочка орнына галстук тағуға болады. Дресс-кодтың бұл түрі бизнес-casual стилін еске түсіреді. Ол қоғамдық шаралар мен іскери жиындарда жиі таралған үлгі. Black tie creative стиль қара галстук қоятын шектеулерден сәл алшақтау. Мұнда мата мен түстерді өзгертуге болады. Қою көк түсті барқыт смокинг пен қара жейде және өрнектері бар галстук дәл осы black tie creative үлгісінде рұқсат етілген. Пішімі де өзгеше, мұнда таксиді мен балағы тарылау келетін шалбар кисеңіз әбес емес. Black tie дресс-коды ұстанатын шаралардың маңызды тетіктері көп, бірақ мұндай кештерде әдемі киім киген адамдармен әңгімелесіп, көңілді уақыт өткізуге мүмкіндік мол. Сол себепті этикет ережелерін есте ұстайық, табысқа бірге қол жеткізейік.